Шығыс Қазақстан облысы Маралды ауылындағы алтын жыр әлі басылмай тұр. Екінші жыл қатарынан жергілікті тұрғындар ауыл аумағына алтын қазатын фабрика салынбасын деп талап қойып келеді. Амалы таусылған халық тіпті президент Қасым-Жомарт Тоқаевтан олигархтардан қорғауды сұраған. Біз Дау-Дамайдың мән-жайына үңіліп көрген едік. Шығыс Қазақстанның ең көрікті жерінің бірі Маралды ауылында өнеркәсіп ауқымындағы алтын кеніштер орналасқан. Елді мекен іргесіндегі тау-төбелер құрамында алтыны бар тотыққан кендерге қызыққандар тау-кен кәсіпорнын салғалы отыр. Өндірістің негізі ретінде натрий цианидін қолдану арқылы ірі шаймалау технологиясы таңдалған. Бұлар суда оңай еритін улы түссіз кристалдар. Алайда ондағы әйгілі күршімнің сулары Маралды өзені арқылы күршімге, одан әрі еліміздің ең үлкен өзені Ертіске құяды. Ауыл тұрғындары алтыны бар ірі өндірістер суды ластайды деп қауіптенеді. Жергілікті тау-кен өндіруші компаниялардың экологтары халықты сендіруге тырысып ақ жатыр, бірақ экологтармен диалог еш нәтиже бермеген. Жергілікті белсенділер уәдеге сенбейді. Олардың айтуынша алтын өндірушілер барлық бос аумақты басып алған, ал алтын сілкінісі басталғалы өмір сүру қиындай түскен. Бұл жайылым жерімізді түгел қазып, мал жаятын жер қалдырған жоқ. Егіс алқаптары да зиян көріп жатыр, дейді тұрғындар. Жақында жаңа экологиялық десант Маралдыға барды. Облыстық экология департаменті Қазақстандық экологиялық аудиторлар палатасы мен облыс әкімдігінің қатысуымен тәуелсіз сараптама комиссиясын құрғандай болды. Дегенмен кеңейтілген комиссияның аясында сарапшылар фактілерді екі рет тексереміз деп айтып отыр. Ал өнеркәсіптік алтын өндірушілердің қорғашаған қортаға тигізетін әсерін зерттейміз дейді. Экология министрлігі былай дейді: Маралды ауылының тұрғындары цианид ерітінділерінің пайдалану табиғи ортаның ластануына және денсаулыққа кері әсерін тигізетініне алаңдатушылық білдірген. Әйткенмен Маралды тұрғындары Шығыс Қазақстанның інжу маржаны үшін соңына дейін табандылық танытамыз деп отыр.